Шыңғыс қаған түркі тайпаларын біріктіруші болса, жошы ары қарай соның ізін жалғастырып тұрған. Жошының тұлғалық қасиеттерді Шыңғыс қағаннан асып түспесе кем болмаған. Жошы ұлысы неге Алтын Орда деп аталып кетті? Бұл биліктің символикасы. Яғни алтын әрқашан ел билейтін адамға жаңағы оның қолында саяси билік тұрғандығының бір белгісі деп жазған. Біз енді қазақ хандығын осы жошы ұлысының мұрагері деп атай аламыз ғой. Шыңғыс ханның баласы Жошы хан болды ма, хан болмады ма деген көзқарас бар. Қазір бір тың зерттеу жасап жатқан ғалымдар зерттеу еңбектері бар ма? Бұны бір жылдық емес, бұны кәдімгідей 10 жылдық бағдарлама ретінде бекітетін болсақ, біз онда өзіміздің ұлттық тарихымызды жаңағы бұрынғы жоғалтқанымызды орнына келтіріп, біз мемлекеттік тұрғыдан қазіргі Қазақстанның мемлекеттік геосаяси сосын жаңағы әлемдегі өз орнын нықтауға үлкен қызмет ететін іс деп білуіміз керек. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Аты-жөнім Медетжан Ізғұтты. Солай YouTube арнасындағы сұхбаттарымызды жалғастырамыз. Бүгін біз жошы ұлысы туралы сөз қозғау үшін студиямызға белгілі тарихшы, Еуразия ұлттық университетінің профессоры, тарих ғылымдарының докторы, Халықаралық Шыңғыс хан академиясының академигі Мақсат Алпысбек мырзаны шақырған едік. Мәке, студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы күн болсын. Ең алдымен осы кең байтақ Еуразия кеңістігін жайлаған, ең қуатты мемлекет ретінде мойындалған, тарихта Алтын Орда деген атпен қалған жошы ұлысының, былайша айтқанда, ұлық ұлыстың құрылуы, қалыптасу кезеңінен бастасақ. Дұрыс. Бұл Шыңғыс хан мемлекеті деп атасақ дұрыс болады. Артынан Шағатай, Үгідей ұлысы, Тулуй ұлысы, Жошы ұлысы деген 4 мемлекет қалыптасқан. Мемлекетті қалыптастырушы Шыңғыс қағанның өзі. Шыңғыс қағанның өзінің бала кезіндегі аты Темірші. Мына Қытай тарихи деректері Темучин деген атты келтірді. Біз сондықтан тарихтан білетін Темучин ат бұл Қытай тіліндегі Р деген дыбыс. Өзі ол халыққа тән емес, сөйлеген кезде Р дыбысын айтпайтын Қытай халқы Темірші деген сөзді Темучин деп жазған. Және түркілерді Тукю деп жазған, Р әріпінсіз. Жалпы Шыңғыс хан мемлекетінің қалыптасуы тарихи өз алдындағы даму заңдылығы деп түсінуіміз керек. Не себепті? Өйткені осы Шыңғыс хан мемлекетінің қалыптасу алдындағы жағдай, ол мына ұлы даладағы көптеген түркі қауымдарының сол заманда біршама ыдыраңқылыққа беріліп, біршама бөліктері әртүрлі көрші елдердің ықпалына түсіп, олар өздерінің бұрынғы заманда болған даңқтарынан айырылған кезең еді. Сол кезде енді аты шығып тұрған елдердің бірі, ол Қарлық мемлекетінен дамыған Қараханиттер саяси әулеті, және оның өзі кейін 3 хандыққа бөлінді, ыдырап, және Найман хандығы, Керей хандығы деген ұсақ хандықтар болатын тұғын. Мысалы, ең шығыста, қиыр шығыста жатқан хандықтың бірі Алғыс хан басқарған Оңғұт хандығы, бұл түркілердің бір бөліктері. Және бұл уақытта бір жағынан Хорезм шах мемлекетінің күш алып келе жатқан кезі. Шығыста алтын хандар. Міне осындай мезетте түркі қауымдары шығыста да, батыста да басқа көрші елдердің, олардың күш алып келе жатқан кездегі ықпалына түсіп жатқан заманы болды. Сол бір тарихи дәуірде Темірші сияқты бір адам Тәңірі түркіге жолдаған деп түсінуіміз керек. Сол Темірші бала кезінен әкесінен ерте қалып, соның даңқы шықты. Енді даңқы шыққан кезде ол Шыңғыс қаған деген өзіне лақабат алып, сол лақабатымен белгілі болды. Сондықтан Шыңғыс қағанның тарихын біз талдаған уақытта бұған бірнеше тарихнамалық көзқарас бар. Батыстық, шығыстық, араб парсылық, қытайлық. Бірақ бізге ең құндысы, ең маңыздысы осы біздің президент Қасым Жомарт Тоқаев көтеріп отырғандай, осы жошы ұлысының 8 жылдығы атап отыр ғой. Сол Шыңғыс қаған мемлекетінен шыққан жошы ұлысы біз дала тарихнамасы, яғни біздің түркше жерлері, Әбілғазы Баһадур хан, және оның алдында мысалы атақты Холагоидтер дәуіріндегі өмір сүрген Иран тарихшысы Рашид ад-Диннің хандардың тапсырмасымен жазған Жамиат Тауарих атты еңбегіндегі келтірілген шежірелік тарихтар. Бірақ ол шежірелік тарихтарды парсы тілінде жазылғанымен,
ол парсы ортасынан шыққан дүние деп түсінбеу керек. Өйткені Рашид ад-Дин Фазлулла Хамадани өзінің кітабының алғы сөздерінде айтқан. Бұл кітап жазылу үшін біз көптеген түркі қауымдарының алдарында болған тарихи қария сөздерді, шежірелердің барлығын жинап алып, осы еңбекке қостық деп атап өткен. Яғни осы деректердің түп негізіне сүйене отырып, біз тарихын жошы ұлысының қашан құрылғанын айта аламыз ғой. Қайсына көбірек көңіл бөлгеніміз жөн? Деректер мәселесіне келген кезде негізге ешқандай күрделі мәселе жоқ, бірақ қолдан күрделендіріп қойған жағдайлар бар. Ол әртүрлі жаңағы сыртқы тарихнамалардың әсерлерімен, әсіресе кешегі уақытта біз Совет одағы мемлекет құрамынан шықтық қой, сол кезде советтік тарихи мектеп деген 20 ғасырда күш алып тұрған кезең болды. Біздің көптеген қазақ тарихшыларының өзі сол советтік тарихи мектеп аясында еңбек етуге мәжбүр болды. Ал оның алдында Ресей тарихнамасында шығыстанушылық бағыт дамыды. Ол кезде де Алтын Ордаға байланысты біршама зерттеулер жасалды. Енді мына 20 ғасырдың басындағы қазақ тарихшылар ішінде бірнеше көзқарастар болды. Мысалы, Шәкәрім Қажының шежіре кітабы шыққан кезде алдында бұл кітаптың Қытай деректері, түркі деректері, батыс деректері деген бөлімшелер бар ғой. Соған орай, мысалы, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы сынды қазақ тарихшысы өзінің бұл көзқарасқа жаңағы келіспеушілігін білдірді. Мысалы, бүгінгі таңда біреулер қазақ тарихын Қытайдан алып, біреуі орыстан алып тарих жазуды шығарды. Бұндай тарих қазақтың өз аузындағы айтылатын шынайы шежірелер сіз қалай ақиқат болу мүмкін деген мәселені көтерді. Міне осындай екі түрлі пікір сайысты біз сол 20 ғасырдың басында енді аты белгілі екі тарихшы бар ғой, біреу Мұхамеджан Тынышбаев, екіншісі Санжар Аспендияров. Мысалы, Санжар Аспендияровтың осы қазақтың өткен тарих туралы деректер мен материалдар деген еңбегінің алғы сөзінде келтіретін бір сын сөз бар. Сонда айтады, бұл Мұхамеджан Тынышбаев мына бұрынғы тарихқа жаңағы түркілік көзқарасқа қарауға бейім дейді. Негізінен дейді, біз көбінесе сыртта айтылатын деректерге назар аударуымыз керек деген пікір айтады. Алайда жаңағы Сана журналын шығарып тұрған Мұхамеджан Тынышбаев Алтын Орда, жошы ұлысы, моңғол кезеңіне байланысты тарихтарды хаттап берді. Сол кезде мына қазақ халқының арғы саяси тарихы, қазақ хандығы қалыптасуы негізі болған жошы ұлысы, Алтын Орда және сол Алтын Орда құрамындағы түркілік ру тайпалардың құрамы деген мәселеге ерекше назар аударып, Мұхамеджан Тынышбаев ол кезде бұл мәселені біршама дұрыс жолын көрсеткен еді. Яғни бұл қазір деректануға тағы да тоқталармыз. Енді әңгімеміздің басында айтқандай, Темірші неге жошыға осы біздің аумақты бөліп берді? Ең бірінші. Шыңғыс Қаған өте сұңғыл адам болған. Оның көптеген тұлғалық қасиеттері бар. Бірінші, ол ерекше қайсар жауынгер, қолбасшы және өзінің бойындағы түркілік рухты жалғастырған адам деп танимыз. Неге? Өйткені Шыңғыс Қағанның істеген жаңағы саяси, әлеуметтік, қоғамдық, тарихи үлкен шаруалары сайып келген кезде бұның алдындағы болған ғұн дәуірі және түркі қағанаттар кезегіндегі ұлы даланың түркілік қауымдарының басын қосып бір қуатты мемлекет құру деген ұстанымда болғандығын байқаймыз. Ендеше осындай жағдайда Шыңғыс Қағанның жасаған әрекеттері қандай? Біріншіден, біздің тарихнамада әлі күнге дейін айтылып келе жатқан қате сөз, мысалы, оқулықтарда әлі тұр. Бұл қазақ даласына жасалған жаулаушылық деген. Бұл өзі қазақ даласынан шыққан адам. Ол мысалы шежірелерде Темірші бір заман қазақылық құрды деген деректер ол бекерге айтылған нәрсе емес. Яғни қазақылық деген ол далалық жағдайда салтатты, сабау қамшылы жаңағы еркін өмір сүрудің тәсілін айтады. Міне сол тұрғыда бұл түркі жылқы шаруашылығын игерген қауымдарға өмір сәті тән болған нәрсе осы. Сол аяда біз нені көріп отырмыз? Мына Хорезм шах мемлекетінің және Алтан хандардың осы түркі қауымдарына ерекше олардың тұрмыс тіршілігін араласа бастаған уақытта Шыңғыс Қағанның сол байырғы Бомын қағандардың, түрік қағанаттардың кезеңіндегі біртұтас түрік қағанатын қалпына келтіру идеясымен болған адам екендігін байқатады. Енді оның дәлелі қандай? Дәлелі ол сол деректерде келтірілетін нәрсе. Шыңғыс Қаған айтты, мен киіз туырлықтылардың елін құрдым деді. Ол елдің аты ұлы мұғыл ұлысы деп атылды.
Ұлы деген сөз ол кезде мына ескі түрік тілінде еке деп аталады. Бұл еке деген қазақ тілінде де бар. Мысалы бүгінгі күні көке, әке, бәленшеке, түгеншеке дегенде біз екені қосамыз, ол құрметтім деген сөз. Ол қазақ тілінде тұрған сөз, түркілік мағынадағы. Сол еке деген ұлық, мұғыл, ұлыс деген біртұтас түркі қауым құрған мемлекет деген мәндегі, сол мұғыл деп Кляшторный деген атақты түркітанушы шығыс тайпалардың қауымы деп өз зерттеулерін көрсеткен. Ол неге бүйтіп айтты? Өйткені Рашид ад-Диннің еңбегінде анық айтылған бір ұғым бар. Бұл мұғыл деген бар болғаны түркі қауымдарының бір ғана аз тармағы деп көрсеткен. Яғни Рашид ад-Дин мұғыл деген қауымды ол түркіден бөліп қарамаған. Ендеше біз сол кездегі тарихшылардың айтқан нақты деректерін біз оны дұрыс қабылдай білуіміз керек. Одан кейін айтқан кезде Шыңғыс Қағанның жаңағы осы ыдырап жатқан әртүрлі түркі ұсақ хандықтардың басын қосуы, бұл сол кезде енді тарихи тұрғыда айтамыз ғой, феодалдық ыдыраңқылық деп. Бұл феодалдық деген ұғым көшпелі қауымдарына сәйкес келмейтін нәрсе. Мысалы Владимирцев деген ғалым монгольский кочевой феодализм деп аталады. Көшпелілік деген және феодализм деген бұл екі түрлі ұғым. Феодализм Еуропа қоғамдарына тән жерді жеке меншіктеп алу экономикалық тәсілдері. Ал көшпелілердің негізі сиыр бағуға емес, жылқы бағуға негізделген көшпелілік салты, ол керісінше жерге деген қауымдық қатынастарды орнықтырған. Енді жаңа тоқталып өткеніміздей, бұл Шыңғыс Қаған түркі тайпаларын біріктіруші болса, жошы ары қарай соның ізін жалғастырып тұрған. Енді біз айттық қой жаңа, Шыңғыс Қаған сұңғыл адам болған деп. Бұл түркі жерлерін біріктіргеннен кейін Марко Полоның кітабындағы айтылған пікірлерге келейік. Мысалы, онда айтады ғой. Бұл Шыңғыс Қаған дейді, әділетті хан болғандықтан дейді, басында оның қол астына кірмеген елдер дейді, артынан оның әділеттілігін көрген соң өз еркімен қосыла бастады дейді. Тіпті бұрын өз елдерінен безіп кеткен көптеген түркі қауымдары Шыңғыс Қағанның есімін естіп әділетті хан деген білген соң өз еріктерімен келіп қосыла бастады дейді. Сонда Шыңғыс Қаған көрді дейді. Оның елі көркейді, ол өзі күшейді. Сол көптеген түркі қауымдарының қол астына біріктірген соң, оның санасына басқа жаңағы сол түркі қауымдарына қиянат қылған көрші елдерге де жаулаушылық саясатын жасайын деген ниетке келді дейді. Соны жасады дейді. Сен байқап отыратын болсақ, әрине бұл жерде біз екі түрлі ол жаугершілік заман көріп отырмыз. Бірінші, ол түркі қауымдарының ішінде өзіндік азаматтық соғыс жағдайлар, майдан, ішкі майдан дейміз. Және одан кейін ішкі майдан мәселесі шешілгеннен кейін, мысалы Найман хандарын, жаңағы Керей хандарының қауымдары Шыңғыс Қағанның қол астына толық кіргеннен кейін, онда бұл әскер халық жүйесі енді Қытайға және Хорезмшах еліне үлкен жаулаушылық саясатын бастады. Сол кезде біз білеміз енді бір деректерде жаңағы 10 миллион шаршы километр жер үстіне көлемдері қамты деген деректер бар. Кейбіреулер зерттеушілер айтады, Африка құрлығына тең үлкен аумақтарды қамтыған дейді. Демек, Шыңғыс Қаған мемлекетінің шекаралық аймақтары ол тым шексіз жатқан, бадырайып жатқан үлкен мемлекет болатын тұғын. Ал Шыңғыс Қағанның сұңғылалығы сол, бұндай үлкен мемлекетті бір адам басқарып тұра алмайтындығын ол білгендіктен, ол соны 4 мемлекетке бөліп, араб деректерінде жазылады, тарихи Улус Арбаа деген Ұлықбектің кітабы бар ғой. Бұл жаңағы 4 мемлекеттің, 4 ұлыстың тарихы деген. Яғни сөйтіп келіп, Оғыз бәйбішесінен ғана туған, немесе әйтпесе Шыңғыс Қағанды алған әйелдері көп болған ғой, әрқайсысынан туған ұлдар болған, мұрагерлер болған. Тек қана өз бәйбішесі бөртеден туған ұлдары, оның ішінде жаңа белгілі үлкен ұл Жошы, Шағатай, Үгедей және Толуй деген 4 ұлына осы жерлердің барлығын межелеп, өз көз тірісінде 4 ұлыс мемлекетін қалыптастырып, соның ішінде Жошы ұлысы пайда болды. Жошыға неге осындай территорияны берді? Деректердің айтуынша Шыңғыс Қаған Жошыға ерекше махаббаты болған, ұлына деген. Оны ақылды азамат деп білген. Кейбір мәселелерде өзінен өткен деп түсінген. Яғни Жошының тұлғалық қасиеттерді Шыңғыс Қағаннан асып түспесе кем болмаған. Сондықтан негізі
біз тарихи тұрғыдан алып қараған кезде бұрынғы түркі қауымдарда екі дәстүр болған. Біреуі майораттық дәстүр және минораттық дәстүр. Майорат, минорат деген бұл осы мұрагерлікке билікті табыстау. Мысалы Атилланың ғұндар билеушісі Атилланың дәуірін көрсек, майораттық дәстүр тұр. Яғни үлкен ұлы әке мұрагері деген. Ал менің ойымша Шыңғыс Қаған осы төрт ұлыс мемлекетінде ең үлкен жер көлемдегі алатын аумақтарды өзінің үлкен ұлы Жошыға үлестірген. Және қара шаңырақ жерлерін ол кіші ұлы Тулуйға берген. Және Шағатай мен Үгідейге қалған жерлерді билетуге үлестірген. Енді дегенмен осы Шыңғыс Қаған мен Жошының арасында бір салқындық болған оқыдық тарихта. Ол неге байланысты туындауы мүмкін? Бұндай мәліметті көбінесе айтатын бізде екі түрлі тарихи дерек бар дейді ғой, ішкі дерек пен сыртқы дерек. Ішкі деректер негіз тарихи дерек болып табылады. Мысалы қазақ шежірелері, түрік шежірелердің бастау алатын. Және сыртқы деректер бұл араб-парсы дерек. Араб-парсы деректерінде осы Шыңғыс Қаған мен Жошының арасындағы келіспеушілік мәселелері туралы оған ерекше көп назар аударып мүмкін әдейі жазуда мүмкін. Менің жеке түсінігімде біздің қазақ шежірелерінде машһурсы көпеюлы жинаған үлгілерде айтылатын Шыңғыс Қағанның образы менен Жошының образы ол сыртқы тарихи деректерде айтылатын жағдайларға сәйкес келе бермейді. Керісінше жаңағы Шыңғыс Қаған өзінің үлкен ұлы Жошыға ерекше үміт артып, және ерекше оған үлкен міндеттер қойған. Яғни аса салқындық бола қойған жоқ дейсіз ғой. Осы екі деректі айтып отырмыз ғой. Біз негізгі деректе түркі деректерді алуымыз керек. Құпия шежіресінде. Енді осы Моңғолдың құпия шежіресі деген орыс тарихнамасы бізге танытқан, монголистер Козин, Панкратов және манжур тілін зерттеушілер, Қытай синологтар орыстың шыққан, олар аудармалар жасап осыны әкелді ғой. Кейінде мына қазақтан шыққан Қытай танушылар, моңғол танушылар мәтіндерді аударып жатыр. Жалпы бұл мәтіннің өзі түпнұсқа емес екендігі белгілі, бір көшірмелердің көшірмелері. Бірақ сол көшірмелерін зерттеген Панкратов деген белгілі синолог, оның өзі айтқан, бұл кітаптың аты беймәлім емес, өзінің алғашқы бетінде анық көрсетіліп тұр, Шыңғыс Хан Құзауыр деп жазылып тұр. Яғни бұл Шыңғыс Ханның шығу тегі, оның ата шежіресі деп жазылып тұр. Демек бұл мысалы Козин аудармасына сокровенные сказания монголов деп аталады. Осы сөзді кейде бізде бұрмалап секретная история монголов деп айтады. Секретная история емес, сокровенный деген ұғым қасиетті, киелі. Яғни моңғол деген біз енді Шыңғыс Хан заманындағы моңғол қауымын айтып отырмыз. Қазіргі дәуірде емес, моңғолдар дәуіріндегі жаңағы киелі тарих. Ол шын мәнінде ұлы моңғол мемлекетінің, Яке моңғол ұлысы деген Шыңғыс Хан құрды ғой. Сол мемлекеттің жаңағы киелі аңыздары, сказание дегенді біз қазақ тілінде аңыз афсаналар деп түсінеміз ғой. Демек біз қазақша мағынамен түсінетін болсақ, бұл кітаптың аты бұл моңғол қауымының киелі қасиетті аңыз афсаналары. Бұл мағынадағы атауы да оның жаңағы мазмұн бұрмаламайды, сәйкес келеді деп түсінуіміз керек. Ал негізінен Панкратовтың көрсеткен кітаптың нақты атауы қолжазбаның Шыңғыс Хан Құзауыр, яғни Құзауыр деген біздің түркітанушылар түсіндірді ғой, қазақтың түріктің тілдегі қаузау, яғни түптегін қаузап анықтау деген мәселеге сәйкес келеді. Демек Шыңғыс Ханның жаңағы тегі деген нәрсені Панкратов қалай аударды? Эта книга называется Чингис Хан Құзауыр, что означает родословная Чингис Хана деп өз мақаласында нақты көрсеткен. Түсінікті. Енді мәке, Жошының өліміне қатысты да жұмбақ көп. Соған қатысты бір тың деректер бар ма? Мына кейінгі зерттеулердің ішінде Жучи хан деген, енді Жучи хан деп біз айтып отырмыз. Ол кітаптың аты Жучи деп атаған. Порсин деген қазір ресейлік бір тарихшы кітап шығарды. Қазіргі тарихи осы тақырыптағы дискурста Шыңғыс ханның баласы Жошы хан болды ма, хан болмады ма деген көзқарас бар. Және көп зерттеушілер ол бар болғаны Жошы, бірақ хан емес деген пікірге мен өзім жеке келіспеймін. Себебі осы төрт ұлыс мемлекетін жаңағы межелеген уақытта Шыңғыс Хан сол Жошы ұлыс басы атағының өзі он хан дәрежесін көрсетеді.
егер жаңағы бұл пікірге қарсы айтатын біздің тарихшы әріптестеріміз айтады, Шыңғыс хан өзі билікте тұрған уақытта басқа екінші хан болу мүмкін емес еді деген. Бірақ бұл түсінік қате, себебі түркі қағанаттарында да үлкен билеушілер, кіші билеушілер, қазақ хандығында ұлы хандар мен келте хандар, яғни оның өздерінің лауазымдық дәрежелері межеленген саяси лауазымдық болды. Сондықтан осы Жошы ханды біз Жошы хан деп атауымыз керек. Екіншіден, осы араб парсы тарихи деректерінде жаңа кет бұғаның, күйші кет бұғаның толғауы келтіріледі ғой. Сол толғауында Алаша хан, Жошы хан, Ақсақ құлан, Жосы хан деген анық сөзінде Жошы хан атымен тұр. Және үшіншіден, оның құрметіне тұрғызылған кесененің аты Жошы хан кесенесі деп аталатындығын біз естен шығармауымыз керек. Сол кесене туралы айтсақ, ол жерде шынымен Жошы хан жерленген ба? Бұл мәселені өз кезінде бірінші назар аударған адамдардың бірі Ресейдің саяхат жасап жүрген экспедиция адамдары. Осындай Кеңгір өзені бойында орналасқан ескерткіштер бар деп жазған. Шангиндер, басқалары. Ал Әлкей Марғұлан, Қаныш Сәтпаевтар бұған өздерінің анық көзқарасын білдірген. Демек, мысалы, Қаныш Имантайұлы Сәтпаевтың бұл Шыңғыс хан кесенесінде Алаша ханның бұл Алаша хан кесенесінде Шыңғыс ханның өзі жатыр деген пікірді білдірген. Ал Әлкей Марғұлан Жошы хан кесенесін қазбылағанда оның берген мәліметтерінде осы алынған остеологиялық материалдар, яғни адамның мәйітінің шіріп кеткен сүйек мәйіттерінде сол аңызда айтылатын құлан шайнау әңгімесінің бір көрінісі бар деген пікірлерді білдірген. Демек, біз бұндай зерттеушілердің айтқан ой пікірлерін айналып өтуімізге болмайды. Ал дегенмен Алаша хан бейітіне қатысты да әртүрлі аңыздар бар ғой. Енді осы 20 ғасырдың басындағы қазақ зиялылардың ішіндегі тағы бір айтулы адамдар ба, Отыншы Әлжанов. Осы Дала уалаяты газетінде қазақ ортасында Алаша хан аңызына байланысты бірнеше нұсқалар түгел халық аузынан тіркеп жазған. Бұл деректер жазба деректерден келген жоқ. Бұл деректер сол далада мекен ететін, өмір сүретін қазақ қариялардың ұрпақтан ұрпаққа айтылып келген аңыз әңгімелері. Осындай қариялардың соңғы кешегі советтік кезеңнің өзінде болды. Және олардың айтқан осындай тарихи әңгімелері ол ешқандай күмән тундыртпайтындығы туралы, мысалы 19 ғасырда, 18 ғасырда өмір сүрген дореволюционный русский исследователи дейміз, орыс зерттеушілері. Солардың өздері, мысалы, Юзефович деген басқа ғалымдар, мысалы, еңбектерінде айтады ғой. Бұл қазақ ортасында айтылатын ертегі сияқты естілетін әңгімелердің әрқайсысы түбінде тарихи шындықты хабарлап тұр дейді. Және кейбір зерттеушілер олар анық айтқан. Оларға бұл ертегілер деген мәннің өзі ертегі заманда болған оқиғалар ғой. Ертегілердің астарында бір жалған нәрсені сөйлеу ешқандай қажеттілік болған емес деген пікірді айтқан. Әсірелеу мүмкін, бірақ өтірік айтпайды дейсіз. Әсірелеудің өзі мына біздің қазақ халқы сонау ерте дәуірлерден жылқы баққан халық қой. Мына жылқы баққан халық, 4 түлік мал дейміз өзі. Сол 4 түлік мал кәсібінің өзі адамдардың мінезін қалыптастырады. Негізі мал баққан халықтардың мінезінде шынайы сөйлеу және жалғандыққа деген жек көрініш сезімдері өздерінің бойында қалыптасқан екендігі сонау скифтер заманындағы Геродот сияқты гректің тарихшылары бұл жерде жылқы бағатын халықтар өмір сүреді. Бұл халықтың ерекшелігі сол, бұлар ешқашанда жалған сөйлеп өтірік айтуды әдет қылмаған халықтардың бірі, әлемдегі шыншыл халықтардың бірі деген пікірді сол заманның өзінде олар айтып кеткен. Түсінікті. Енді Мақсат аға, Жошы ұлысы неге Алтын Орда деп аталып кетті? Осыған қатысты өзіңіз бір қызық мәлімет айтқан едіңіз, бөлісе кетсеңіз. Жалпы алтын ұғымы ол бізде семиотикалық, символикалық мәні зор, ежелден келе жатқан бір осы түрлі түсті металдың алтын, күміс деген түрлері бар ғой. Мына қазақ даласында сонау ерте замандардан алтынға байланысты ұғымдар кең тараған.
мысалы алтын адамның өзі табылған нұсқаларын білесіздер, нешеу көрілген. Одан кейін алтыннан жасалатын заттар, бұйымдар. Яғни алтынның мәнін Кляшторный сияқты шығыстанушы түрколог өз еңбектегінде бұл биліктің символикасы. Яғни алтын әрқашан ел билейтін адамға жаңағы оның қолында саяси билік тұрғандығының бір белгісі деп жазған. Енді мына Өтеміс қажының Шыңғыснама еңбегіне назар аударатын болсақ, онда осы алтын орда, көк орда, боз орда, ақ орда деген ұғымдар қай уақыттан және не себепті қалыптасқан жайлы анық мәліметтер берілген. Мына жошы өзі қайтыс болғаннан кейін Шыңғыс қаған әлі көзі тірі немересі Батуға барып мына жошының балаларын әкесінің тағына мұрагер етіп сайлап кел деп отырғызып кел, оны ақ киізге көтер деген түсініктерді айтқан кезде, сол уақытта мына жошының балалары дала адамына тән өте кішіпейіл қарапайымдылық болған. Олар бір-біріне қайта-қайта тақ ұсынып, ешқайсысы алға суырылып шығып, әкесінің тағына отыруға батылы бармаған. Сол уақытта Тулуй бұл жошының балаларын жаңағы алып келіп, Бату дедік, Орда Ежен дедік, Шейбан дедік, бұл жошының балалары. Солардың барлығын ертіп алып келіп, ендеше Ұлы Қаған өзі шешсін. Мен сол Ұлы Қағанның ордасына бұл жошының балаларын әкел жатыр деп, жошының екі інісі Тулуйды жұмсағанда әкеле жатқанда, сонда Ұлы Қаған осы хабарды естіп, не істеді дейді, сол Өтеміс қажы өзінің еңбегінде анық көрсетеді ғой шежірені. Үш түрлі орда құрындар. Біреу алтын табалдырықты жаңағы ақ орда құрындар. Біреуін күміс табалдырықты боз орда құрындар. Біреуін темір табалдырықты көк орда құрындар деп айтты дейді. Демек бұл Ұлы Қағанның өзінің бұйрығы. Және жошының балалар келген кезде алтын табалдырықты ақ ордаға Орда Ежен кірсін. Және күміс табалдырықты боз ордаға Бату кірсін. Және темір табалдырықты көк ордаға Шайбан кірсін деп, сөйтіп олардың өзіндік ара салмағын және саяси ықпалын Ұлы Қаған межелеп берген. Артынан жошы ұлысы оның осындай үш түрлі ұлының, яғни Орда Еженнің және Шейбанның және Батудың иеліктері болып, ішкі жаңағы тағы бір ұлыстық жүйесі қалыптасты. Әкімшілік территориялық аймақтар ретінде. Осы үлкен ұлыстың ыдырауына осы себеп болған жоқ па? Жоқ, бұл себеп болған жоқ. Себеп басқа нәрсе. Ол болып жатқан әлеуметтік, экономикалық, саяси жағдайлар және жошы ұлысының ыдырауы да ол өзіндік бір заңдылық. Себебі Шыңғыс Қағанның жошы ұлысына құрған мемлекеттік жүйесі ол ұлыстық, яғни біріктірілген. Бір ханның қол астына үлкен саяси әлеуметтік күш берілген мемлекет болатын тұғын. Ал жошы ұлысының немесе басқа ұлыстардың ыдырауы ол кезде тайпалық көсемдердің, билердің, рубасылардың ықпалы арта түскен уақытта ұлыстық жүйе өзінің жаңағы қажеттілігін өткен заманға қалдыра бастады. Біз енді қазақ хандығын осы жошы ұлысының мұрагері деп атай аламыз ғой? Міндетті түрде. Себебі жошы ұлысы тарағандан кейін қалған саяси, мәдени, әлеуметтік дәстүрлер болған. Мысалы, Шыңғыс Қаған қалыптастырған бір саяси дәстүр, ол төре дәстүрі, төре институты. Яғни Шыңғыс Қағанның ұрпақтары Джучиттер, Чингизиттер, оның ішіндегі Орда Ежениттер, Батуиттер және Шейбаниттер сияқты саяси әулеттер, олар өз ортасында төре ретінде жаңағы бір ықпалды саяси қызмет атқарады деген дәстүр қалыптасқан. Осы дәстүрді көптеген түркі қауымдары керек қылмаған уақытта бұндай дәстүрді сақтап қалған қазақ хандығы екендігін нақты айта аламыз. Екіншіден мына түркілер дәуіріне, оның алды ғұн, кейінгі Шыңғыс хан мемлекеті тұсында мына түркілік далалық ру тайпалық қауымдар конфедерациялар құрып, олардың өзіндік әлеуметтік иерархиялық ретін осы шежірелік дәстүрмен бекітетін болған. Жеті ата институты, үш жұрт деген ұғым,
осының барлығын көптеген түркі қауымдары жоғалтып алған уақытта оның осы күнге дейін сол мәдени дәстүр ретінде сақтап келіп отырған қазақ халқы екендігін көріп отырмыз. Үшінші нәрсе ол Шыңғыс Қаған өз заманында саяси билікпен қатар қоғамға үлкен әсер тигізетін рухани институттар болу керектігін білген. Өз заманында Тәп Тәңірі деген бір жаңағы рухани басшы болған өзі Шыңғыс Қаған заманында. Кейін Шыңғыс Қағанның баласы Жошы және оның ұрпақтары олар көбінесе рухани тұрғыда ислам құндылықтарына көбірек көңіл бөлді. Сондықтан сол уақыт оның алды қалыптасқан яссауилік ілім осы түркі ру тайпаларының ортасында үлкен беделге ие болатын тұғын. Сол қожалардың насапнама дәстүрін қазақ ортасында сақтап келген Жучиттер әулеті. Мысалы, қожалардың ықпалына түсіп кеткен Шағатай мемлекеті, Үгедей мемлекеті артынан олар өздерінің саяси билігін жоғалтып, қожалардың үлесіне үлестіріп жүрген кезде өзі саяси биліктерін Жучиттердің әулеттері өздерінің нақты саяси билік дәстүрлерін нық сақтап, бірақ сонымен қатар рухани билікті қожалардың, ишандардың сондай осы яссауи жолын ұстанатын дін иелерінің қолында қатар ұстағандық бұл бір мәдени рухани дәстүр деп білетін болсақ, соны сақтаған қазақ халқы екендігін көріп отырмыз. Осындай мысалдарменен қазақ хандығы тұсында болған әртүрлі маңызды әлеуметтік, мәдени және саяси рухани дәстүрлер толық көрінісін беретін Жошы ұлысындағы жаңағы сабақтастық ол қазақ хандығынан тікелей көрініс береді. Енді биыл Жошы ұлысының құрылғанына 8 жыл толып отыр. Мемлекет басшысы ұлттық құрылтайда біз астатөк той жасамай ғылыми зерттеуге басты назар аударуымыз керек деді. Қазір бір тың зерттеу жасап жатқан ғалымдар, зерттеу еңбектері бар ма? Президенттің тапсырмасыменен атқарылып жатқан көп шаруа бар екендігін көріп отырмыз. Оның жеміс нәтижелер бар. Ол біздің ғылым министрлігі де іске асырып отыр. Жобаларда бекітіп, ақша да бөліп, және арнайы құрылған Жошы ғылыми зерттеу институты, оның басшысы Жақсылық Сәбитов деген осы уақыттағы өте белсенді қазақ тарихшының бірі. Сол тарапынан үлкен зерттеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сондықтан бұл осындай мемлекеттік шараның нәтижесі зор болатынына ешбір күмән жоқ. Және осындай маңызды мемлекеттік бағдарламаның аясында көптеген бұрын белгісіз болған жаңа деректер, жаңа зерттеулер, жаңа еңбектер жарыққа шыққаны да бар, және дайындалып жарыққа шығады. Сондықтан және бұны бір жылдық емес, бұны кәдімгідей 10 жылдық бағдарлама ретінде бекітетін болсақ, біз онда өзіміздің ұлттық тарихымызда жаңағы бұрынғы жоғалтқанымызды орнына келтіріп, біз мемлекеттік тұрғыдан қазіргі Қазақстанның мемлекеттік геосаяси сосын жаңағы әлемдегі өз орнын нықтауға үлкен қызмет ететін іс деп білуіміз керек. Мынау қазақ тарихының 7 томдығының бір томы осы Жошы ұлысына арналған білеміз. Оған материал жеткілікті ме қазір? Осындай бастаманың көтерген азаматтардың бірі өзім едім. Және маған осы ойға қолдау білдірген азаматтың бірі Еркін Әбіл. Бұл қалай болды? Бұл біздің Алтынсарин атындағы орта білім беру академиясы бар ғой жаңағы. Соның аясында біз тарих оқыту және тарих зерттеуге байланысты жаңа тұжырымдама қабылдайық деген осы қазір білім министрі Ғани Бейсенбаевтың ұсынысыменен біз іске кіріскен едік. Ол үлкен нәтиже берді. Сол тұжырымдаманы қарастырған кезде біз Қазақстан тарихын оқытуды және зерттеудің жаңаша кезеңдерін межелеуді ұсындық. Ол қолдау тауып, біз тарих институты, мемлекет тарих институты осыған бізге қолдау білдіріп, содан кейін бұл тұжырымдама екіге бөлінді. Біреуі ол білім беру, тарихи білім беру тұжырымдамасы Алтынсарин тарапынан, екіншісі мемлекет тарих институтынан тарапынан осы тарихты зерттеу тұжырымдамасы дайындалу керек деген ұсыныс берілген болатындығын. Сол тұжырымдаманың нәтижесі ақыры жаңадан 7 томдық академиялық басылым дайындалу керек деген нәтижеге әкелді. Сондықтан біз осы ұсынысты өткізгеніміз өте жақсы болды. Жошы ұлысының кезеңі жеке қарастырылған өте маңызды, және деректік тұрғыдан, тарихнамалық тұрғыдан бұған қосылатын мәліметтер көп. Енді біршама бізге бұл жерде жаңағы ғылыми көзқарастарды қайта қарауға, қайта салмақтауға бізге тура келеді.
кейбір мәселелерде біз инерциямен әлі қалыптасып қалған көзқарастармен келе жатқан жағдайларымыз да бар. Бірақ менің ойымша зерттеу барысында бұның барлығы бір жаңа нәтижелерге жеткізетіні анық. Түсінікті. Енді соңғы сұрақ, сұхбатымыздың елімізді әлемге таныту үшін Алтын Орда брендін жан-жақты және кеңінен пайдалану қажет деген еді Тоқаев. Бұған не дейсіз? Өте дұрыс. Алдында қабылданған бізді жалпы мемлекет әр кезеңде тәуелсіздік алған жылдардан бері бірнеше рет үлкен мемлекеттік бағдарламаларды іске асырып келе жатыр ғой. Біз мемлекеттің, үкіметтің ісін атап өту, соның ішінде мысалы мына ұлттық бірлік жылы деп 1998 жылы жариялаған алғашқыдан бастап, одан кейін мәдени мұра бағдарламасы қабылданып, соның аясында миллиардтаған ақша бөлініп, бізде қаншама ғылыми еңбектер жарыққа шықты. Қаншама ғалымдар жаңағы өздерінің ғылыми ойларын қоғамға әкелуге мүмкіндік алды. Одан кейін келесі бір үлкен бағдарлама болды ғой, мына халық тарих толқынында. Бұл да керемет дейіндей өз ісін атқарған үлкен мемлекеттік бағдарлама болды. Бұның аясында да бізде көптеген шаруалар атқарылды. Содан кейін жаңағы осы Ақорда тарапынан шығарылған бірнеше маңызды стратегиялық мақалалар жарыққа шықты. Оның біреуі Ұлы даланың жеті қыры, рухани жаңғыру деген бағдарламалар. Менің ойымша бұл бағдарламалар қазір уақытта ресми түрде оны жабылған болып есептелгенмен, олардың атқарған істері өзінің жалғасын тауып жатыр. Және қазіргі уақытта міне атап өткен мысалы Қазақ ханның 550 жылдығы, мына Жошы ұлысының 800 жылдығы деген осындай бағдарламалар, олар біздің осы мемлекеттік тарихты нығайтуға өзінің керемет дейіндей жақсы әсерін тигізіп жатыр. Сондықтан мына соның ұлы даланың жеті қыры тұрғысында алып қараған кезде, мысалы Қазақстан ежелгі дәуірде адамзаттың ең алғашқы металлургиялық орталықтардың бірі болды деген ұстаным. Одан кейін мына Сақа Скиф дәуірінде мына бүкіл әлемге танымал болған аңдарды бейнелеу стилі, звериный стиль деген мына Акишевтің зерттеген керемет дейіндей біздің мұраларымыз бар. Бұның барлығы алтыннан жасалған. Одан кейін біздің мына Алтын Орда кезеңі ол тарихта болмаған көптеген мемлекеттердің жаңаша саяси аренаға пайда болуы. Мысалы, байқап қарасаңыздар, Жошы ұлысы мемлекет ретінде қалыптасқан уақытта әлем картасында неше саяси мемлекеттер бар еді. Ал Алтын Орда өзінің жаңағы неше ғасырға жалғасқан саяси тарихын үзбей, артынан тіпті өзі ыдыраған уақыттың өзінде, одан кейін сол Алтын Орда тарихының әсеріменен саяси, әлеуметтік, мәдени әсерлермен қаншама бұрын тарихта болмаған жаңа саяси мемлекеттер Шығыс Еуропа жерінде пайда болды. Мысалы, қазір Шығыс Еуропа жерлеріндегі көптеген халықтар, ұлттар, мемлекеттер, соның барлығы Жошы ұлысының Алтын Орда мемлекеттің саяси тарихының жемісі екен деп, олар өздері де сон тарихтан көріп отыр деп ойлаймын, және оны олар жоққа шығара алмайды. Бәрекелді. Мақсат мырза, бүгін студиямызға келіп, осы Жошы ұлысына қатысты тың деректеріңізбен бөлісіп, жақсы пікір білдіргеніңіз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Қымбатты көрермен, бүгін біз Жошы ұлысының тарихи рөлі туралы сөз қозғадық. Студиямызда Еуразия ұлттық университетінің профессоры, тарих ғылымдарының докторы, Шыңғыс хан халықаралық академиясының академигі Мақсат Алпысбек мырза болған еді. Сізге көп рахмет, еңбегіңіз жемісті болсын. Қымбатты көрермен, келесі кездескенше аман болыңыздар.